Тілсіз жау Ягодка саяжайының тұрғындарын әбігерге салды. Кеше түс ауа тұтанған өрт айналасы бірер сағатта бірнеше үй мен қораны шарпып үлгерді. Қазіргі таңда өрттің шығу себебін мамандар анықтау үстінде. Тілсіз жау тұтанған сәтте тұрғындар дереу 112 байланыс номеріне шыққан. Одан кейін жауаптыларды хабардар ету үшін қажетті органның барлығына қоңырау шалған. Өрт сөндірушілер келем дегенше тұрғындар өртті өздері ауыздамақ болған. Дегенмен оқиға орнына дереу жеткен төтеншеліктер әбжіл әрекетке көшіп, өрттің тұрғын үйлерге шарпымауының жолын кескен. Төтеншеліктердің жанқиярлық әрекеттеріне көңіл толған Ягодка саяжайының тұрғыны өз алғысын білдірді. Үлкен алғысым шексіз, рахмет, оперативно келді, бәрі потушили все. Бірақтан қаншама шығыс шығып тұр мына обал адамдарға. Бірнеше жыл осы жақта тұрады, үйлерінен айырылды, малдар білмеймін, енді аман ба білмеймін, қазір ештеңе білмеймін, бірақтан. В общем, действительно ЧП болған мына жерде. Жұмыстар өте қиын, конечно, біз ұрсамыз мынандай кезде ше. А былай жаңа неғылған кезде көріп тұрмыз қой, көріп тұрмыз. Мына результат бұлар болмаса, мына жел бүгін қандай айналып, мына дачалардың бәрі кететін еді. Рахмет. Екпіндеп соққан желдің әсерінен өрттің ауқымы кеңейіп, көршілес үй мен қораларға да жалын тиген. Салдарынан бірнеше тұрғын үйге зақым келді. Дегенмен төтеншеліктердің жедел әрі жылдам қимылдарының арқасында шығын көлемі көп емес, сонымен қатар адам шығыны жоқ. Өртті сөндіруге жалпы 8 техника мен 38 адам жұмылдырылған. Айта кету керек, қазіргі таңда өңірде қоқыс өртеу салдарынан қора-жай, қураған шөптердің жану дерегі тіркелуде. Осы ретте төтеншеліктер өрт қауіпсіздігі ережелерін қатаң сақтауға шақырады. Назгүл Қажытаева, Ерлан Жоматаев, Тархан Көлдиев, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.